сабағымыздың тақырыбы наурыз, яғни 27 наурыз бізге наурыз мейрамы келіп жатыр. Жыл басы, ай мен күннің теңесетін уақыты, яғни келе жатқан наурыз мейрамдарымыз құтты болсын. Біз білетіндей наурыз күні әрқайсымыздың үйімізде наурыз көже пісіріледі. Үлкен дастархан жайылады, ұлттық ойындар ойнатылады, және де ән айтылады. Жер арқасы кеңіп, жан жануарлар өзіндік білдірмішілік әлемі жан алып қайта үйренген уақыт. Яғни ең бірінші осы жылға арасында бәйшешек күні ашылады. Бәйшешек күні көргендеріңіз бар ма? Өте әдемі кішкентай ғана күні. Одан кейін басқа болған, ауыл, ең жұмыс болған, бірнеше рет айналдырып, сосын киіз жасаған. Бірақ солар ең жылы киіздер болған. Жасансам болады ғой. Жерде көшпенділер болған кезде киіз үйдің арқасында жүрген қыста сіз оқиғасын білесіздер ме қандай екенін? Жылы шыққан ғой. Жылы шыққан. Кезінде осы жыл басы кім болады деген кезде
менің бойым ұзын деген сияқты сондай талас болған екен. Бірақ ол егер күнді жаңа айтқан күнді кім бірінші көрсе сол жыл басы болып есептелінген. Сол кезде барлығы күнді күтіп тұрған кезде ең бірінші болып күннің басында отырған тышқан келген. Сондықтан да тышқан жыл басы болып есептелінеді. Айта ғой. Киіз үй құрылады, алпақан құрылады, және де қалай айта ғой. Өте жақсы. Батанимен жер көререді деген. Бізде дастархандарда бата беретін тамақ жеп болғаннан кейін сол сияқты бізде 27 наурыз күні Қыдырада қонаққа келіп бата алған дейді. Яғни Құдайым мұңдасын, жаманшылық болмасын, Алла жар болып, қызыр бабам қолдасын, аман сақтап төл басып, еткен елің солмасын деп барлық халыққа жақсылық болсын, егіндерің мол болсын деп бата берген болатын. Енді келесі бізде наурыз көже туралы айтсақ. Наурыз көжені білесіздер, иә? Ішкендеріңіз бар ма жалпы наурыз көже? Екі тағам қосылады. Екі тағам қосылады. Bazı zamanlardaki nauruz jıl bası diye kullanılırdı. Aldığını kullanıldı, Kazakistan yiyişinde ders var. Bu günü yeni aldığın kazan nauruz köşesi diyor. Yani bizim su olsamız, tuz olsamız, ayran olsamız ya, birinci halkımızın bарлық süt tağımları ak idi. Жеті түсті болады. Жеті түсті болғаннан кейін бірінші ақ тағамдар ол сүт, айран өнімдері. Екінші қызыл түсті, иә. Үшінші тұзды қасиетті қара дәм, қара бес. Білмейтіндер білеміз. Көктемде тасыған су
жер дүниелі фруктосында есептейді. Май өнімдерін және әртүрлі дәнді дақылдарды қосады, кесіле қосады, ұннан жасады. Наурыз мейрамында комитеттің ең керемет шарттардың бірі ол салт дәстүрлерді жасау. Тұсаукесер, бесікке байлау сияқты, шашу жасайды. Сол сияқты тұсаукесер туралы айтты. Тұсаукесер дегеніміз ол тағын аяғын ауыз бен баяқ екі жағынан байлар, ортасынан кеседі. Неше жасқа кеседі? Енді тәй-тәй келе жатқан кезде тұсаукесер жасайды. Өте жақсы. Шеңбердің ішіне екі ұл тіректер тіресектің мұқтасы болса алады. Алты бақан наурызда құрастырылады. Наурызда алты бақан үлкен алты бақан құрастырылады. Оған екі адам болады, қыздар мен ұлдар. Екі адам қысады. Асыл ойыны. Бір шеңбер сызып, асықтарды тізеді. Кім алыстан асықтарды қаудады, сол жемеді. Наурыз күнінде соқы теке ойнайды. Көзін жіппен Айта бер. байлайды. Сосын ұлдарды, қыздарды Vallahi. іздей бастайды. Өте. Теңге атуда адамдар атқа мініп шабашта мылтықпен атып теңге алады. Екі бала шартық толқынды. Көз оқасын алған дауыс деген екі топқа бөлініп жұртты таңсайын беріп кім отыз сол денеді. Қалай құралатынын білесің бе? Ежелгі керегелері бар, ағаштар. Шаңырақ. Өте жақсы шаңырақ сосын бауласы бар. Кереге, уық, шаңырақ, өте жақсы кереге. Киізге басуға болады. Кезінде киізді солай ұстап оюға өрнек